Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі қазақ тіл сабағымыздың тақырыбы үзіліс кезінде демалуға арналған ережелерді сақтаймын. Хабарлы сөйлем. Бүгінгі сабақта хабарлы сөйлем туралы түсінікті қалыптастыру, сөйлем құру дағдыларын жетілдіру, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қоя алу, үзіліс кезінде демалуға арналған ережелерді құрастыру. Сөйлем айтылу мақсатына қарай үшке бөлінеді. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Бүгінгі тақырыбымыз хабарлы сөйлем. Бірдеңенің жайын хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Балалар, 29-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқу. Үзілісте Сәуле сынып ұжымының ұйымдастырушысы. Ол үзілісте кезекшілердің терезені ашып, тақтаны сүртіп қоюын ескертеді. Тақта сүрткішті үнемі дымқылдап қояды. Балалардың үзіліс кезіндегі тәртібін қадағалайды. Бірде Сәуле, біз үзіліс кезінде дұрыс демалуға тиіспіз. Ол үшін не істеу керек? Әркім өз ойын айтсын деді. Үзілісте сендер не істейсіздер? Сендердің де өз ойларыңды айтыңдар. Келесі жаттығуымыз 30-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Үзіліс кезінде сыныпта жүгірмейді, айқайлап сөйлемейді. Әрдайым әдеп сақтау керек. Сөйлем соңындағы тыныс белгілеріне назар аудар. Келесі жаттығуымыз 31-ші жаттығу, суретке мұқият қараймыз. Суреттегі балалардың қайсысы үзілісте өзін жақсы ұстады? Қай оқушы өз тәртібін өзгерту керек деп ойлайсың? Үзіліс кезіндегі оқушының міндеттері. Оқушыға үзіліс кезінде айқайлауға, жүгіруге болмайды. Оқушы бір-бірімен жағаласып, төбелесуге болмайды. Басқа біреудің затын рұқсатсыз тимеуі керек. Достарыңды, басқа да оқушыларды кемсітіп, көңіліне тимеу керек. Жүрген жеріне түкіріп, ластамау керек. Үлкендерді сыйлап, кішілерге қамқор болу керек. Балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Кері байланыста бас бармақ әдісін қолданамыз. Бұл сабақта біздер не үйрендік? Хабарлы сөйлем дегеніміз не екенін білемін. Өз ойымды жаза аламын. Хабарлап айта аламын. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта неге қол жеткіздік деген сұрақтар бойынша ойымызды жинақтайық.